Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Әулиекөл ауданы, Нысанбаева Алмагүл Төлеубаевна, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Тимофеев орта мектебі, қазақ тілі мен әдебиеті 6-шы сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы телғара. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау. Менің ойымша, бүгін көздеген мақсатымызға жетеміз. Сабақты бастамас бұрын психологиялық ахуал орнатып алайық. Барлық зейінімізді өзімізге қаратамыз. Яғни мен айтқан өлеңді бірге қайталап отырамыз. Қайталамыздар. Таң атқанда әлемге, армысың де, сәлемде. Амандасу парызың, жауап қайтар сәлемге. Міне балалар, амандасып болсақ, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийі тыңдалған мәтіннің тақырыбын болжай алады, тірек сөздерді негізгі ойды анықтайды, қойылған сұрақтарға жауап беруде өз пікірін айта отырып, негізгі ойды анықтайды. Бүгінгі сабағымызда тілдік мақсат, яғни мәтінді тыңдау барысында мынандай сөздер кездеседі. Телғара, қартаң әйел, жеңге, сағынған, құшақ, немере, кемсеңдеу. Ал енді осы сөздердің мағынасын түсініп алайық. Телғара сөзін бүгін сабақ барысында біз білетін боламыз. Қартаң әйел дегеніміз басқаша айтқанда кәрі әйел. Жеңге деп, яғни бұл туыстық атау. Ағаның әйелі, яғни жұбайы, жеңге болады. Сағынған деген сөз, бұл сөздің мәні бір жерге қыдырып кетсен, сен кімді сағынасың? Яғни әкең, шешең, атаң, әжеңді. Яғни сағыну деген сөз осындай мағынада берілген. Құшақ дегеніміз, яғни жақсы көрген адамды, яғни құшаққа аламыз. Және тек кемсеңдеу деген сөзге мән берейік. Кемсеңдеу деген сөз басқаша айтқанда жыламсырау дегенді білдіреді. Ал егер осы сөздерді оқып шығып түсінсек, берілген сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Сіздерге бірнеше тапсырма берілген. Әр тапсырмаға дескрипторлар құрылған. Әр дескрипторға 1 балдан қоюға болады. Ал олай болса, бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Денесі де бір аралық кейіпте. Бойы өскен, қол аяғы ұзарған, ол атқа мініп жүруге жарағанымен, үйден көп шықпайды. Өзге балалардан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі. Онан қала берсе, шешесі Абай биыл ғана анық байқағандай, мұның әжесі бір түрлі шебер әңгімеші екен. Қызық сөйлейді, әңгімесін дәмді ғып қызықтырып айтады. Бірде Абай сырқаттанып жатып, әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып, бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен? Деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесінің тізесінен ақырын қағып,
Болдыр-болдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен, деп тағы да әңгімені тілегенін білдіруші еді. Ал сендерге енді сұрақ. Тыңдалған мәтіннің тақырыбын болжаңдар. Жақсы. Бұл тапсырмаға дескриптор. Тыңдалған мәтіннің тақырыбын болжайды. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Абай. Яғни Абай туралы болды, мәтін. Абай деген есімді естігенде қандай ассоциация туады? Кластер құрастырыңыздар. Ал енді келесі мәтінге көшпес бұрын, біріншіден мына ребуске мән берейік. Осы ребусты бірге шешуге тырысайық. Бұл жерде не көріп тұрмыз? Екі және қара деген сөз. Балалар, қалай деп ойлайсыңдар? Екі деген ол қандай мағынада берілген? Екі деген сан құпия. Осы санды алып қарайықшы. Бұл сан тел сөзін білдіреді. Сондықтан бұл сөз екі санымен жасырылған. Ал енді келесі суреттерге назар аударып, сөздің нені білдіретінін тауып көрейік. Суретке мән береміз, қараймыз. Не көріп тұрмыз? Бұл жерде екі адам бір баланың, екі ешкі бір лақтың суреттері берілген. Қандай қорытынды жасаймыз? Яғни телғара деген сөз екі ананың баласы дегенді білдіреді. Мінеки, телғара сөзінің мағынасы осыда. Ал енді үшінші тапсырма. Үшінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Мәтін телғара деп аталады. Қалашылар келеді. Анау Абай ғой, айналайын-ай, апасын айтайыншы, деді бір қартаң әйел. Бәсе, телғара ғой, жаным-ау, мынау телғара ғой, әпкеме айтайыншы, деп тағы бір жас әйел жеңге де үлкен үйге қарай ұмтылысқан. Сағынған баласының келер мөлшерін байтас кеткеннен бері шеше сол жанда есептеп, осы бүгінге ұйғарып жүр еді. Кезек өз шешесіне келгенде, ол сүйген жоқ. Қатты бір қысып, бауырына басып тұрды да, маңдайынан иіскеді. Абайдың әкесіндегі тартымды салқындық шешесіне де көптен бергі мінез болған. Бала осыдан арғыны күтпеуші еді. Бірақ бауырына басқанын өзінде де Абайдың жүрегін қатты соқтырған аса бір өзгеше жақындық білінеді. Ана құшағы. Ұлжан көп ұстаған жоқ. Әже не бар, әнеки? Деп үлкен үйдің алдына қарай бұрып жіберді. Кәрі әжесі Зере бәйбіше таяғына сүйеніп, ұрсып тұр екен. Жаман неме, маған бұрын келмей әкене кеттің-ау? Жаман неме, дей беріп, қасына құшағына немересіне барғанда, жаман немененің артынан лезде: қарашығым, қоңыр қозым, Абай, жаным менің, деп кемсеңдеп жылауға айналып кетті. Ал енді мынандай сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтін кімдер туралы? Осы мәтіннен тірек сөздерді анықтаңыздар. Келесі тапсырмамыз, яғни зымыран сұрақтар. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Абай жолы романын кім жазды? Абай жолы романын алғашында қалай атамақ болған? Абайдың әжесінің аты кім? Әжесі Абайды қалай еркелетеді? Абайдың анасының есімі кім? Абайға неліктен телғара деген есім берілген?
Ал балалар, осы сұрақтарға жауап береміз. Дескриптор тақырыпқа қатысты сұрақтарға лайық жауап береді. Әр дұрыс жауапқа 1 балдан қоямыз.